Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы фракциясының мүшесі Нұрлан Әуеспаев бұл күндері жұмыс сапармен сыр елінде. Халық қалаулысы сапар аясында аймақ жастармен жүздесіп, бірқатар мәселелерді талқылады. Достық үйінің мәжіліс залында өткен кездесуде депутат парламент қабырғасында қабылданып жатқан заң жобаларының мән-маңызына тоқталып, жастарды ел игілігі жолында адал қызмет етуге шақырды. Нұрлан Сатыбалдыұлының айтуынша, бүгінде жастардың зор жетістіктерге жетуі үшін мүмкіндік мол. Әсіресе мемлекет тарапынан жастарды қолдауға бағытталған бағдарламалар мен жобалар жетерлік. Құрметті мейман солардың бір сыпырасын кездесуге келген жастарға түсіндіріп берді. Жақсы алға қойған жұмыстар бар, қозғалыс бар. Ол деген сөз біздің алдымызда әлі үлкен жұмыстар бар, бірақ біз осындай бір зайырлы демократиялық жақсы елге қарай қадам басамыз деп ойлаймын. Біздің жаңағы әріптесіміз Қазбек Иса, Нартай Аралбайұлы, Ринат Заитов, Жұлдыз Досбергенқызы, сол сияқты Гүлдер Ауданышева, сол сияқты былайша айтқанда сол 17 адамның барлығы дерлік белсенді депутаттар. Біздің бірге істейтін министрліктер, ол жаңағы ғылым білім министрлігі, ағарту министрлігі, денсаулық сақтау, спорт, туризм, мәдениет, ақпарат, сол сияқты біршама министрліктер мен комитеттермен біз бірлесіп жұмыс жасаймыз. Соған байланысты біз тиісті қазіргі жаңағы байланысты заңнамалық актілер қабылдаймыз, заң шығарамыз, заң шығарушы органдармен бірлесіп жұмыс істейміз, оны қабылдаймыз. Біздің жалпы жұмыстарымыз осындай болып келеді.